Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 7-ші сынып оқушылары үшін 3-ші тоқсанға арналған нөмір 2-ші БЖБ тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма ғалымдардың периодтық элементтерді жүйелеу принциптерін жазып шығуымыз керек. Бірінші Дёбе-Рейнер бұл бізде триада заңын ашқан болатын. Келесі бұл ғалымымыз октавалар заңын ашқан. Ал біздің Менделеев бұл периодтық заңды ашқан. Екінші тапсырма мына элементтерді берілген топтар бойынша жіктеңіз. Алдымен сілтілік металдарды жазайық. Сілтілік металдар бұл жерде натрий, калий, литий және рубидий. Кетті. Литий, калий, натрий. Келесі галогендер бұл жерде хлор галоген, бром, йод және фтор. Инертті газдар бізде аргон жатады, неон және гелий. Келесі хлордың табиғатта екі изотопы белгілі, массалық нөмір 35 және 37-ге тең изотоптарының табиғатта таралуы сәйкес 75 және 25% құрайды. Неліктен 35-те 45? Себебі изотоптары арқылы атомдық масса есептелген кезде (35,45) шығады. Сондықтан да оның атомдық массасы 35,45-ке тең. Хлордың атомдық массасы осындай екен, есептеулер арқылы дәлелдеңіз. Ол үшін 75% санға, 25% санға айналдырамыз. Ол үшін 100-ге бөлеміз. 0,75 болады, 100-ге бөлсек 0,25 болады. Енді әр қайсының атомдық массасын осы таралуына көбейтіп қосып шығамыз. Атомдық масса хлор тең 35, осыны көбейтеміз 0,75-ге, қосамыз 37 көбейту 0,25. 35 көбейту 0,75. 26-да 25 шығады. Қосу 37 көбейту 0,25. 9-да 25 шығады. 9-да 25-ке қосамыз 26-да 25-ті. Сол кезде бізде 35,5 шығады. Атомдық қатынастары 1:2 болатын оттек пен натрийден түзілетін қосылысының молекулалық формуласы. Мына жерде индекстеріне қоямыз. Натрий бірінші жазылады металл болғасын. Нәтижесінде натрий оксиді алынады. Молекулалық масса силициум O2 тең атомдық масса силициум қосылған 2 көбейту атомдық масса оттек. Оттектің индексіне 2 тұр. Сонда 28 қосу 16 көбейту 1. 16 көбейту 2 1 деппін. 28 қосу 32 тең 60-ға тең. Салыстырмалы молекулалық массада өлшем бірлік жоқ. Сол үшін өлшем бірліксіз 60-ның өзі жазылады. Сұрақтар болса комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.